Біздің қойылымнан кейін жап-жасыл Mitsubishi Pajero сыйлағанын білесіз ба? Оқиға былай болады. Елімізде үлкен қуаншылық уақыт болды. Жаңбыр жаумады, шөп шықпады деген секілді. Батыста білесіздер, түйелер кардон жеп, малдар кәдімгі қоқыс аралап кетіп, сондай болып қырылып, мал қырылып жатты. Сол кезде біз қуаншылық деген бір қойылым қойдық. Естеріңізде шығар. Төтеу бөтеу деп Жанболат ойнайтын, малшын ойнайтын кезі. Жанболаттың өз ойнауының өзі бір қызық болды. Ол ойнамаймын деп ел мені әбден андай әзілмен үйреніп қалған, мен андай бір мүмкіндік шектеулі адам қалай ойнаймын, маған келмейді ол. Мен адамдар қабылдай алмайды деп, Жанболат ойнаш, нормально, саған келеді осын сенен актер болғаннан кейін әртүрлі образдар сомдау керек қой деп Жанболат көндіріп, ол ойнаса күл жібере береді, қасында бәріміз әбден түрін әзілге үйреніп қалғаннан кейін ол бір сондай адамды ойнаса, төтеу бөтеу десе бәрі күле береді, қасында болмайды дейді балдар, болады деп әрең көндірдік. Оның өзі бір әңгіме бөлек. Жалпы не керек, сөйтіп ол қуаншылық деген қойылымды қоямыз. Ол жерде енді оқиғасын білесіздер, көргендер бар. Малшы өмір бойы мал баққан, әкесі мал баққан, өзі мал баққан. Енді балаларын да мектептен шығарып алып бірге мал бағады. Балаларды оқуға түспеген, өмір бойы малдың басында жүрген, отбасымен, біреудің фазендасында қуаншылық кезде өлген малдар, басшысы келіп, малшыны ұрып, малдың бәрін қырдың, сен өлтіріп жатсың деп. Ол түсіндіре алмайды, шөп жоқ, анау жоқ, содан қырылып жатыр деп. Содан жаңағы оқиға енді соңында жаңағы өлген малдың етін жеген, бастығы фазендаға келмеген, келсе жаңағыдай қарындары ашқан, содан кейін малды етін жеген деген секілді сондай бір оқиғалар бар. Бір көріп шықсаңыздар болады. Сонда соңында жаңағы малшы жылайды. Малшы жылайды, өмір бақи мен осылай өмір сүріп келем. Мен де адам секілді өмір сүргім келеді. Мен өлген малдың етін жедім, сіздің балаңызға бермедім, өйткені сіздің жағдайыңыз бар ғой. Менің жағдайым жоқ, мен балаларыма ол өлген малдың еті адал. Сіздің балаңызға арам болады, ол қалай, сіздің жағдайыңыз бар. Мен жағдайым жоқ болғаннан кейін жедім деп, сөйтіп бір назын айтады. Мен де адам сияқты өмір сүргім келеді, балаларымды да оқытқым келеді деген секілді. Сондай назын айтқан кезде үлкен монологы бар. Жыламаған адам қалмады. Талдықорғанда осы концертті қоямыз. Алдың қатарда мен байқадым, бір кісі отқан. Үлкен кісі, сақалды. Алдың қатар, енді сахна өте жақын ғой. Тура алдымызда отырды. Бірақ мән берген жоқпыз. Енді көрермен көзің ілініп шалынып бір қарайсың, енді жарық түскенде, одан кейін қарай алмайсың ғой. Сосын не керек, концерт бітеді. Концерт біткеннен кейін ертеңіне ғой енді. Ертеңіне чатқа тағы да сообщение келеді. Тың еткізіп, жап-жасыл Mitsubishi Pajero. Сондай машинаның суреті. Бұл не десек, тағы да Жанболат қой, Жанболаттың телефоны тұрады. Соған жазған ғой. Ассалаумағалейкум бауырым. Концерттерін көрдім кеше. Концерт көріп, қуаншылық деген қойылымдардың ортасында аяғына дейін жете алмадым. Жылап шығып кет қалдым дейді. Шықтым да, шыққан күйі машинаға отырдым да дейді. Бастым дейді ғой. Бастым, өзім өмір бойы жаңағыдай фазендам бар, малым бар дейді. Сенесің ба, мен қойылымды көріп отырып, сол фазендадағы малшы есіме түсті дейді. Шынымен де мен қанша жыл болып дейді, малшының жағдайын сұрамаған, отбасын, баласын не істеп жатыр, әйел, отбасы не болып жатыр, мен сұрамаппын дейді. Тек жаңағы басшы бригадирлерге продуктысын бәрін тапсырып болғам дейді, солар өздері апарады, өздері қарайды. Содан шыққаннан бастым дейді ғой малшыма. Фазендаға түнде отырып бардым дейді, барсам шынымен дейді, жағдайын сұрасам, баласы мектеп бітірген, бірақ оқуға түспеген, ол да сол жерде дейді. Удостоверениясы бәрі менде, ол да оқуға түспеген, балалары айтыр мектептен шығарып алған, бірге мал бағады, сол жерде жүр, өсіп жатыр, бірақ қоғамда жоқ ол адамдар дейді. Сөйтіп келдім да шынымен малшымды алып құшақтап жыладым дейді ғой. Құшақтап жылап кешірім сұрадым дейді. Кешір бауырым. Мен осы уақытқа дейін сенің жағдайыңды сұрамағаныма, мына балаларыңа қарамағаныма кешірші деп дейді. Сөйттім да алдым да дейді, ертеңіне тұрып
бастықта бардым да, жана Mitsubishi джипті таңдап алып бердім дейді. Мынау саған деп кілтін бердім дейді. Астыңа машина, балаңды оқуға түсірем, жаңа Талдықорғаннан бір однокомный квартира дейді. Соларға сыйладым дейді. Соны бауырлар сендерге звондап айтып жатырмын, рахмет дейді. Мен шынымен өмірді жүре бердім ғой дейді. Олар да бір маған бір өмір бойы қарыз сияқты, мен как будто оларды тамақ беріп жүргеніме, ақша айлық беріп жүргеніме өмір бойы олар маған қарыз сияқты болып өмір сүрген екем дейді. Шынымен тоқтап, олардың өмірі, оның әкесі де бізде малшы болған дейді. Именно баласы да малшы дейді. И ол өзі енді балаларын да сол жерде малшы. Ол маған да ыңғайлы дейді. Артық проблема жоқ, артық сөйлемейді маған дейді. Айлығын алады, өмір бойы малда дейді. Бірақ қоғамда ол адамдарша бізбен бірге өмір сүріп жатыр ма, сүріп жатқан жоқ па? Мүлдем ойланбаған екем дейді. Осындай бір істерің үшін сендерге алғыс айтып, рахмет айтқым келеді бауырлар, рахмет. Баса беріңдер алға деп. Керемет бір жігер беретін осындай оқиғалар болды. Қойылымдарымыздың соңында сіздердің әрбір айтқан пікірлеріңіз, сіздердің әрбір жазған комментарияларыңыз, лайктарыңыз болсын, басқаларға жіберіп бөліскендеріңіз болсын, сыртымыздан жасаған дұға тілектеріңіз болсын, бізге үлкен жігер береді, мотивация береді. Бізді мынау бір орында тоқтап қалмауға, ары қарай дамуға, даму дегенде қалай өзімізді дамытып емес, сіздерге бір ортаға, қоғамға пайдамыз тию үшін үлкен әрекет жасауға мүмкіндік береді. Ал сол әрекет арқылы біз әрбір сәтте дамимыз. Сондықтан өнер ұлтқа қызмет ету дейміз. Тағы да осындай бір ғибратты қойылымдарымыз, ғибратты оқиғаларымыз өмірімізге мән беріп жатқанда қуаныштымыз. Қашанда қойылымдарымыз көріп, ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.